Біздің алтын бесігі деп елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, бүгінде Алматының басталаңында ұлттық еркіндік пен тәуелсіздіктің айбынды нышаны алтын адам асқақтап тұр. Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі алсын қайдан кемеңгерді деп ақын жырлағандай, бүгін тәуелсіздіктің алтын бесігі Алматыда Қазақстан Республикасының 20 жылдығына арналған Қазақстан мемориалдық мүсіндік композициясы бой көтермек. Салтанатты рәсімнің алғашқы сөзі Алматы қаласының әкімі Ахметжан Смағұлұлы Есімовке беріледі. Құрметті отандастар, ардақты алматылықтар. Биыл халқымыздың орындалған арманы, келешегіміздің алтын қазығы тәуелсіздікке 20 жыл. Аз ғана уақыт ішінде елбасы бастап, барша халық болып қолдап, әлемге танымал ел болдық. Бүгін Қазақстан экономикасы дамыған, бейбіт өмірдің жаршысы, ынтымақ бірлігі бекем мемлекет. Қазақта елдің атын ер шығарады дейтін ұлағатты сөз бар. Егер ақиқатын айтып, әділіне жүгінсек, осы ұлы жетістіктердің барлығы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің есімімен тікелей байланысты. Қайраткер тұлға, аламдық саясаткер ретінде дүние жүзі алдымен елбасын танып, сол арқылы қазақ деген елді қадір тұтатын болды. Қазір бүкіл әлем адал халқымыздың ақ ниет, абзал ісіменен қажырлы еңбегіне құрметпен қарайды. Бұл баршамыздың жүрегімізде мақтаныш сезімін ұялататын ұлы жетістік. Тәуелсіздіктің туын көтерген азаматына елі сенді, халқы қолдады. Сені мен береке бірліктің арқасында қарыштап алға басып келеміз. Сондықтан да бүкіл қоғам болып, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты елбасы деп ардақтап, көшбасшымыз деп құрмет тұтады. Елдің елдігі ерін қадірлеуден көрінеді дейді халық даналығы. Тәуелсіздіктің 20 жылдағы қарсаңында Қазақстанның қала құрушылары, архитекторлар, суретшілер, дизайнерлер одақтары Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті туралы заңның 9 бабына сүйене отырып, осы өз қаражаттарына еліміздің жетістіктерін бейнелейтін композиция әзірлеп, орнату жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Сол игілікті шаруаны шығармашылық одақтар бастап, алматылықтар қолдап, бүгін жүзеге асырып отырмыз. Бұл ел тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына жасалып отырған тарту. Ардақты ағайын, тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі болсын. Уважаемые алматинцы, наши